Күннің тұтылуы жердің белгілі бір бөлігінен бақылаған кездегі айдың күннің бетін біраз уақытқа толық немесе жартылай жауып тұруын көрсететін астрономиялық құбылыс. Күннің тұтылуы тек жаңа кезінде болады, ал ай орбитасының эклиптикалық жазықтыққа еңкеюіне байланысты олар әрбір жаңа айда емес, жылына 2-5 рет қана болады. Бақылаушы белгілі бір сәтте белгілі бір нүктеде тұтылудың жартылай, толық немесе сақиналы фазаларын байқай алады. Тұтылуларды жалпы ұқсас түрде жіктеуге болады. Тұтылу кезінде толық немесе сақиналы тұтылу фазасы жердің ешбір жерінде байқалмаса, тек жарты фазасы ғана көрінсе, тұтылу жартылай тұтылу деп аталады. Осыған сәйкес, егер тұтылу кезінде жердің кейбір нүктелерінде толық фаза байқалса, тұтылу толық деп аталады. Ал кейбір нүктеде тек сақиналы фаза байқалса, сақиналы тұтылу деп аталады. Каналға жазылып, лайк, коммент қалдырып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.